Сәлем баршаңызға. Бүгін біз баклажанды қысқа басқаша дайындау тәсілімен қолданып жауып көретін боламыз. Егер салаттың жасалу жолы сізді қызықтырған болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыз. Алдымен видеодағыдай көрсетілгендей баклажандарды осындай ұзынша етіп турап аламыз. Және туралған баклажанымызға 2-3 қасық тұз сеуіп, жақсылап араластырып, 20-30 минутқа шетке қойып қоямыз. Баклажанымыздың артық суы шығу керек. Екінші жұмыс бізде пиязымызды осындай соломка етіп турап аламыз. Жұқалап турасаңыздар да болады. Және үстіне қайнаған ыстық су, 1 шай қасық шекер және 1 шай қасық 9% сірке суын құйып, осы пиязымызды маринадтап қоямыз. Енді кезекте біз салмасын дайындап аламыз. Осы баклажанға қосатын алдымен помидорымызды осылай жуып тазалап, ет тартқыш үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Келесі осы салмамызға 3 дана ащы бұрыш керек. Міндетті түрде тазартып, оны да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Және тәтті қызыл бұрышты осылай соломка етіп турап, оны да ет тартқыштан майдалап өткізіп аламыз. Сонымен қатар, егер қаласаңыз, сарымсақтан қосуыңызға болады. Егер қаласаңыз, дәмі өте керемет шығады. Және міндетті түрде укроп, петрушка қоссаңыз да болады. Енді осы салмамызға 3 қасық қант қосамыз. 2 ас қасық 9% сірке су міндетті түрде қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Тазаланған банкілерімізді духовкада 180 градусқа 15 минутқа қоямыз. Ендігі біздің жұмысымыз осы баклажанымыз дайын болды. Осылай қолмен сығып, суынан ажыратып аламыз да, қызып тұрған майға орташа отпен қызарғанша қуырып аламыз. Маринадтаған пиязымызды суынан сүзіп алып, осылай банкіге біртіндеп қаттап шығамыз. Алдымен баклажанымызды, сосын пиязымызды, сосын салмамызды, қайтадан баклажанымызды, пиязымызды, үстіне салмамызды дәл осылай толғанша қайталап толтырып шығамыз салып. Ендігіде осы банкілерімізді қайнап тұрған судың астына майлық салып, үстіне қойып, жартылай бататындай болу керек. 15 минутқа қайнатып аламыз. Міне салатымыз дайын. Енді осылай қақпағын жақсылап жауып, қысқа сақтаймыз. Өте дәмді, әдемі салатымыз шықты. Ұнаса сіздерде жасап көріңіздер. Салатқа керек құрамды міндетті түрде видеоның астында жазып қалдырамын. Салатымыз өте дәмді, әрі кәбетті ашатындай болып шықты. Баршаңызға ас болсын, істеріңізге сәттілік тілеймін.